Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы пассивті тасымалдау механизмі, жасуша мембранасы арқылы заттар тасымалдануының типтері. Сабақ тақырыбымызға байланысты екі жоспар қарастырылған. Бірінші, биологиялық мембраналар арқылы зат тасымалдау процесі, екінші пассивті және белсенді тасымалдау. Енді ең алдымен пассивті тасымалдау дегеніміз не, соның анықтамасын беріп өтейік. Пассивті тасымалдау бұл заттардың жасуша мембранасы арқылы энергия жұмсамай, концентрация градиенті бойынша, яғни жоғары концентрациядан төмен концентрацияға қарай өту процесін айтады екенбіз. Ал жасуша мембрана дегеніміз, бұл жасуша мембранасы үш бөліктен тұрады. Сыртында гликокаликс орналасқан, одан кейін цитоплазмалық мембрана, цитолемма, плазмолемма және мембрана асты қабаты, тірек қимыл құрылымдары жатады екен. Цитоплазмада үш бөліктен тұрады: гиалоплазмадан, органеллалардан және қосындылардан тұрады. Ядро төрт компоненттен тұрады: ядролық қабықшадан немесе кариолемма, екінші ядрошықтан, үшінші хроматиннен немесе хромосомалардан, төртінші ядролық шырын немесе кариолимфадан тұрады екен. Жасуша қабықшасы. Жасушалық қабықшаның негізгі бөлігі цитоплазмалық мембрана болып табылады. Оның құрылысы қарапайым биологиялық мембраналарға ұқсас және басқа мембраналармен салыстырғанда өте қалың болып келеді. Яғни 7,5-11 нанометр болып келеді. Биологиялық мембраналар липопротеидтік комплекстер жасушаны сыртынан қоршай орналасып, кейбір органеллалар мен ядро қабықшасын құрайды. Электронды микроскопта үш қабаттан тұрады. Яғни жасушалық мембраналар липидтерден 40%, белоктардан 50% және көмірсулардан 10%-дан тұрады. Биологиялық мембраналардың қызметі. Биологиялық мембраналардың қызметі қандай екен? Бірінші, шекаралық жасушаны қоршаған ортадан, ядроны цитоплазмадан бөледі. Екінші, тосқауылдық қорғаныш, яғни жасушаның ішкі ортасын сыртқы зиянды әсерлерден сақтайды. Келесі, үшінші, рецепторлық қызмет атқарады. Төртінші, тасымалдау, яғни заттардың жасуша тасымалдануын эндоцитоз, жасушадан тасымалдану, экзоцитоз деп аталады. Келесі, соңғысы, жасуша аралық байланыстарға қатысу болып табылады екен. Яғни биологиялық мембраналардың қызметтері осы болып табылады екен. Биологиялық мембрана арқылы зат тасымалдануы. Енді бұл жерде биологиялық мембрана арқылы зат тасымалдануын біз екі топқа бөліп қарастырамыз: енжар, яғни пассивті, және белсенді, яғни активті тасымалдану. Енжар, яғни пассивті тасымалдау жасушадағы заттың таралымы деп аталады. Ал таралымының аз орныға қарай, ал электролиттерде электр өрісінің потенциалының мәні жоғары орыннан потенциалы төменгі орынға қарай бір бағытта жүреді екен. Мембраналық тасымалдау. Бұл схемада сіздер тасымалдаудың түрлерін көре аласыздар. Яғни тасымалдаудың түрлері екі топқа бөліп қарастырамыз: пассивті тасымалдау және активті тасымалдау. Пассивті тасымалдау дегеніміз бұл энергияны шығынысыз өтетін тасымал түрі, ал активті тасымалдау бұл энергия шығынымен өтетін тасымалдың түрін біз активті тасымалдау деп атайды екенбіз. Бұл жерде сіздер тасымалданудың түрлерін көре аласыздар. Белсенді емес, яғни пассивті тасымалдану. Олар қандай қызмет атқарады екен? Энергия жұмсалмайды пассивті тасымалдануда. Яғни қызметі диффузия, жеңілдетілген диффузия және фильтрация қызметін атқарады екен. Ал белсенді, яғни активті тасымалдауда энергия жұмсалады және ол ақуыздарды және эндоцитоз, экзоцитоздарға қатысады екен. Биологиялық мембрананың липидті биқабатының іші гидрофобты болады, сондықтан ол көптеген полиярлы молекулалар үшін өткірлігі төмен бөгет болып табылады. Бұл қасиеттің арқасында клетканың құрамының тұрақтылығы қамтамасыз етіледі. Кейбір клеткалар суда еритін молекулаларды тасымалдау жолдарды құрайды. Клеткада өтетін бірқатар процестер АТФ синтезі, қозу, иондық және су құрамын сақтау заттың мембрана арқылы тасымалдануымен байланысты болып келеді. Нейтралды молекулалар мен иондардың тасымалдануының екі типі болады: белсенді және пассивті. Белсенді тасымалдау АТФ молекуланың гидролизінің немесе митохондриялардың демалу, тыныс тізбегінен электронды көшіру есебінен химиялық энергияның жұмсалуымен жүреді.
Пассивті тасымалдау үшін химиялық энергия жұмсалмайды, ол диффузия есебінен жүзеге асырылады. Пассивті тасымалдаудың механизмдерін қарастырайық. Яғни ол судың тасымалдауы және әрекет потенциалы тараған кездегі жүйке талшықтарының цитоплазмалық мембранасы арқылы натрий және калий иондарының тасымалдануы пассивті тасымалданудың белгілі мысалдары болып табылады. Тынышық жағдайдағы клеткада өткірлікпен байланысты иондар жоғалады. Патология жағдайында өткірлік өседі. Назар салып тыңдағандарыңыз үшін рахмет. Келесі сабақта кездескенше қош сау болыңыздар.